5 сантиметр секунд. Бірінші хикая. Қарашы. 5 сантиметр секунд. Не дейсің? Сакураның гүлдері осындай жылдамдықпен солады. 5 сантиметр секунд. Акари, сен сонша көп нәрсе білесің. Қарашы, қарға өте ұқсайды, е? Солай де. Ей, тоқта. Акари, Такаки. Екеуміз бір жылдан кейінде Сакураны бірге тамашаласақ, күшті болар еді ғой. Мәтінді аударған Мақсат Мәліков. Дыбыстаған Шоута Бойс. Қымбатты Такаки Тоно, ұзақ уақыт жазбағаныма кешір. Біздің жақта да жаз ыстық болды. Бірақ енді бұл жердің ыстығы Астанадағыдай қатты емес. Әйтсе де Токионың тымырсық жазын еске алсам, жүрегім елжірейді. Асфальттың қайнағаны сонша, еріп кетейін деп тұрғандай. Қапырық бұлдыр шалған алыстағы зеңгір үйлер, жер асты мен супермаркеттердегі ауа баптағыштардың өткір суығы. Біз соңғы рет бастауыш мектеппен қоштасу кешінде көріскенбіз. Содан бері жарты жыл өтті. Және Такаки, сен мен туралы ойлайсың ба? Такаки, сәлем. Жауабыңа рахмет. Мен оған өте риза болдым. Күз де келіп қалды. Біздің өлкеде күзгі жапырақтар сондай әдемі болады. Алдыңғы күні осы жылда бірінші рет тоқыма жемпірімді алып шығып кидім. Тоно, сэмпай, андағы не, махаббат хатты ма? Жоқ ада. Бәрін мен орныма істетіп қойғаныма кешір. Оқасы жоқ. Міне, бітірейін деп қалдым. Рахмет. Айтпақшы, шынымен басқа мектепке ауысып жатырсың ба? 3-ші семестрге тақау. Қайда сонда? Кагатимаға. Ата-анам үшін. Солай ма? Сені сағынатын боламын. Мектеп үйірмесіне енді ерте азанда бару керек. Сондықтан хатты пойызды жазып отырмын. Жақында шашымды қидырғанмын. Енді шашымның арасынан құлағым сәл көрініп тұрады. Егер біз кездесіп қалғанда, сен мені мүмкін танымай қалар едің. Мен келдім. Келуіңмен. Такаки, сен де әрине аздап өзгеріп жатырсың ғой, е? Сәлем. Ауа райы сол қалпы онша емес. Сенде бәрі жақсы ма? Біздің өлкеде қар бірнеше рет жауып үлгерді. Сондықтан мектепке тым қалың ауыр киіммен барып жүрмін. Токиода әлі қар жоқ қой. Әлі үйрене алмай қойдым. Сондықтан ауа райында Токионы айтама деп әлі қарай беремін. Жаңбыр қашан жауады екен. Мынадай ауа райында үйде отырып не керек? Айтпақшы, Татигиге барып көрдіңдер ме? Қайда? Татиги. Жа, онда қалай жетуге болады екен? Мүмкін жүрдек пойызбен. Тым алыс. Балмұздақтар, мұндамыз. Соңғы шайналым. Алға. Такаки, сенің тағы да мектеп ауыстырып жүргеніңді естіп, алаңдай бастадым. Екеуміз бұрыннан мектепке ауысып жүрміз. Үйреніп қалғандаймыз. Бірақ Кагасимадағы мектеп. Бұл жолы сен тым алыста боласың. Бір күні арамыздағы қашықтық тым ұлғайып, бір-бірімізді пойызбен бара алмайтын болып қаламыз. Енді мен, әрине, жалғыздықты қаттырақ сезінетін боламын. Не болса да, Такаки, өтінем, аман болшы. Сәлем, Такаки. Сен 4-ші наурызда келемін дегеніңе сондай қуаныштымын. Соңғы рет көріскелі 1 жыл болыпты.
Өзімді ұстай алмаймын, алаңдаймын. Менің үйімнің қасында үлкен шия ағашы бар. Көктемде оның гүлдері түсетін сияқты. 5 сантиметр секунд жылдамдықпен. Сол кезде ойлаймын, көктем келгенде осыны Такакимен бірге тамашаласам, неткен ғажап болар еді. Жолшыбай, бізге соғып кетерсің. Мына жаңбыр кедергі болмаса. Кешке жақын қар жауады дейді ғой. Бәсе соғып кетті. Наурыз болса да. Тұмауратып қалған жоқсың ба? Ыстық бір нәрсе ішіп алу керек. Симакита жақта да жауын дейді. Е. Тоно. Үйірмеге баратын уақыт. Бүгін үйірме дегендерге бара алмайтын сияқтымын. Көшеге дайындалып жатырсың ба? Сондай сияқты. Кешір. Тура менің станцияма келетіңе саған үлкен рахмет. Бірақ оған дейін жол өте ұзақ. Абай болшы. Келетін күні мен сені кешкі сағат 7-де күту залында тосамын. Көптен күткен Акаримен кездесу күні. Кешке қарай қара жауа бастады. Қарашы, Такаки. Мысық, бұл төбе емес пе? Ол үнемі осында жүреді. Бірақ бүгін жалғыз сияқты өзі. Мими қайда екен? Өзің жүрсең жалғызсырап қаласың ғой, е? Кітап ұнады ма? Үзбей оқып жатырмын. Өткен түні 4 миллиард жылға жылжып тастадым. Қай жеріне? Анау монокаристер пайда болған жеріне дейін. Кембри кезеңі. Маған галлюцигения ұнайды. Ол мынандай. Менше өте ұқсайды. Ал саған кім ұнайды, Такаки? Опабиния сияқты. Әлгі бес көзі жаратылысы, е? Акари екеуміздің ойымыз бен сезімдеріміздің көп жері ұқсас болған сияқты еді. Мен Токиода оқи бастағаннан бір жылдан соң Акариді тура сол сыныпқа ауыстырды. Біз ол кезде кішкентай әлсіз едік, және спорт алаңынан гөрі кітапханада көбірек отыратынбыз. Сондықтан әрине тез дос болып кеттік. Сол себептен сыныптастарымыз бізді мазақтайтын. Бірақ біз екеуміз едік, және қызық, біз мазақтаудан сұмдық ештеңе көрмейтінбіз. Не де болса, біз бір бастауыш мектепке баратын болдық. Енді біз айырылыспаймыз деп ойлайтын сол күндері. Сензюку, соңғы аялдама. Құрметті жолаушылар. Джейр және Кейо, жолдарына өтулеріңізді сұраймыз. Мен Сензюку станциясына алғаш рет жалғыз келдім. Және өмірімде бірінші рет басқа пойызға өзім ауыстым. Жүрегім дүрсілдеп кеткен. Бірақ жолдың соңында Акариді көремін. Анау жігіт қалай саған? Қай жігіт? Анау ше, не сүйде отырған? Пойыз Мусаси-Урава станциясына келе жатыр. Қайталаймыз, Мусаси-Урава. Біздің пойыз Мусаси-Урава станциясында жүрдек пойызды күтеді. Жүрдек пойызды күту себебінен біздің пойыз 4 минуттық аялдама жасайды. Бұл Синохара ғой. Такаки үйде ме екен? Акари соғып тұр.
Не? Басқа мектепке? Несие орта мектеп ше? Емтиханға қаншама дайындалдың емес пе? Олар құжаттарды Татиги мемлекеттік мектебіне жіберіп қойыпты. Кешірші. Жоқ, Акари. Ақталғаның не? Мен басқа мектеп керек емес дедім. Катсусики апаймен тұра бере аламын деп. Менше мұндайды армандамай қой деді маған. Түсінікті. Бәрі дұрыс. Бәрі жақсы. Кешір. Телефон тұтқасын құлағыма басып ауыртқанша отырдым. Мен Акаридің өмірімдегі ең ашты мұңдай сезіндім. Бірақ ештеңе өзгерте алмайтын едім. Ауысым станциясы терминалына жұмыстан үйге қайтқан адамдар тола бастады. Олардың бәтеңкелері мен етіктері қардан дымқылданып кеткен. Суық ауаның иісі керекше. Күні түні жапылақтаған қарлы қаланың иісі. Құрметті жолаушылар, назар аударыңыз. Уцуномия Кояма бағытындағы Уцуномия пойызының келуі қар борауына байланысты 8 минутқа кешігуде. Құрметті асығыс жолаушылардың кешірім сұраймыз. Осы сәтте ғана есіме түсті, мұндай ауа райында пойыздар әдетте кешігіп жүреді. Алаңдауым бір дегенде күшейе бастады. Өкінішке орай, қар жауу себебінен біздің пойыз 10 минутқа кешкелі. Құрметті асығыс жолаушылардан кешірім сұраймыз. Оми станциясынан өткен соң бейне бірден өзгеріп кетті. Терезеден үйлер аз көріне бастады. Келесі станция Куки. Станцияға кешігіп келгеніміз үшін кешірім сұраймыз. Тобуи Содзаки бағытына ауысып жатқан жолаушыларды 5-ші шығысқа өтуін сұраймыз. Келесі пойыз кешігіп жатқандықтан, біздің пойыз бұл станцияда 10 минуттық аялдама жасайды. Асығыс жолаушылардан кешірім өтінеміз. Және сәл күте тұруларын сұраймыз. Кешіріңіз. Келесі пойыз кешігіп жатқандықтан, біздің пойыз бұл станцияда 10 минуттық аялдама жасайды. Асығыс жолаушылардан кешірім өтінеміз. Ноги станциясы. Құрметті жолаушылар, қозғалыс тәртібі бұзылғаны үшін кешірім сұраймыз. Келесі пойыз кешігіп жатқандықтан, біздің пойыз бұл станцияда уақытша аялдама жасайды. Пойыз станциядан станцияға өте баяу жылжып келе жатты. Олардың әрбіреуінде өте ұзақ аялдама жасап отырды. Терезенің ар жағы қар басқан шапандала. Уақыт баяу жылжып, қарным ашқаннан киелі киім қажи бастады. Белгіленген уақыт өтіп кеткенін ойлап отырдым. Акари әрине алаңдай бастады. Акарине. Ол маған телефон соққан күні. Акаридің күйеуі менікінен де түсіп кеткен. Әлде қайда жаман еді. Бірақ соған қарамастан, ол үшін бірде-бір жылы сөз таба алмадым. Соған қатты ұялған едім. Міне, қоштасатын уақыт келді. Акариден алғашқы хат тек жарты жылдан соң жазда келді. Онда мен орта мектептің бірінші сыныбында едім. Ол хаттың әрбір жолы есімде қалған. Белгіленген кездесуінде 2 апта бұрын мен Акариге хат жазып, қолына ұстатқым келген еді.
Көптеген нәрсені мен оған ешқашан айта алмас едім. Көптеген нәрсені сұрауға дәтім бармас еді. Күтуге мәжбүр болғандарыңыз үшін кешірім сұраймыз. Біздің пойыз Уцуномия станциясына жөнеліп барады. Кояма станциясы. Тохоку бағытының пойызына ауысу. Тохоку пойызымен Мориока бағытына жүретін жолаушыларды бірінші жолға өтуін сұраймыз. Токио бағытына жүретін жолаушыларды 5-ші жолға өтуін сұраймыз. Құрметті жолаушылар, назар аударуыңызды сұраймыз. Қалың қарға байланысты Риоки бағытының пойыздары белгісіз мерзімге кешігеді. Құрметті жолаушылардан кешірім өтінеміз. Және пойыздың келуін сәл күтуді сұраймыз. Не болса да, маған Акари күтіп отырған станцияға ұмтылу керек болды. Такасакиге жүретін Асикага Мазбаси бағытының пойызы 8-ші жолға келіп тоқтайды. Ақ сызықтан аттамауыңызды сұраймыз. Құрметті жолаушылар, хабарламаға құлақ асыңыз. Қарлы боранға байланысты қозғалыс тәртібі бұзылды. Пойыз қысқа аялдама жасайды. Асығыс жолаушылардан кешірім сұраймыз. Қазір біз қозғалыс қашан қалпына келетінін айта алмаймыз. Хабарламаны қайталаймыз. Қарлы боранға байланысты қозғалыс тәртібі бұзылды. Пойыз қысқа аялдама жасайды. Асығыс жолаушылардан кешірім сұраймыз. Қазір біз қозғалыс қашан қалпына келетінін айта алмаймыз. Такаки, қалың қалай? Мектеп үйірмесіне енді ерте азанда бару керек. Сондықтан хатты пойызда жазып отырмын. Неге екен білмеймін, бірақ осы хаттардан Акаридің жалғыздығы сезілетін еді. Сол кезде пойыз қарлы жаппаның ортасында тұрып қалған еді. 2 сағаттан кем емес тұрды. Әр минут сұмдық баяу жылжыды. Уақыт маған өршеленіп кетіп, белгісіз биіктікте шексіз байлықпен ағып баратқандай болды. Көмейіме жайылып бара жатқан жасты тыюға тырмысып отырдым. Акари, өзінен, тезірек. Өтінем сенен, үйіңе баршы. Такасакиге жүретін Асикага Мазбаси бағытының пойызы 3-ші жолға келіп тоқтайды. Қарлы боранға байланысты пойыздың станцияда тұру уақыты қысқарады.
Акари. Тәтті екен. Рас па? Бұл жай Ходзите көк шайы ғой. Ходзите. Мұндайды бірінші рет ішіп отырмын. Мүмкін емес бірінші рет деген. Солай ойлайсың ба? Әрине. Сосын, міне, өзім дайындадым. Мүмкін саған ұнамайтын шығар, бірақ қаласаң жеп ал. Рахмет. Қатты қарным ашып қалды. Рас. Дәмі қалай? Бұдан дәмді нәрсе бұрын ешқашан жеп көрмеппін. Қош енді. Шын айтам, қарның ашып қалаған. Содан ғой, солай ойлайсың ба? Әрине. Мен де аздап жеп алайын. Сен жуырда көшесің ғой? Е, бір аптадан кейін Кагасимаға ма? Е, алыс жер. Бірақ Тотигиде жақын емес. Әттең, алыстығы сонша, үйіңе де қайта алмайсың. Біз жабылайын деп жатырмыз. Бүгінше поездар тоқтады. Түсінікті. Көшеде қар боран. Байқап жүріңіз. Жақсы. Көрдің бе? Әне ағашты. Сен сол туралы жазған едің ғой. Е, тура сол Сакура. Қараш. Қарға өте ұқсайды, е? Шынымен де. Сол мезетте мен мәңгіліктен не екенін, жүректің, жаның не екенін анық сездім. Мен 13 жыл өмірімде болған нәрсенің бәрін аңғарғандай болдым. Бірақ мезет өтті де кетті. Ал мен төзгісіз қайғыда қалдым. Акаридің мейірімі, Акаридің жүрегі. Мен оларды сақтап қала алам ба? Акариді өзімен тартып әкетуге құқым бар ма? Бұл сұрақтарға менде жауап жоқ. Анық түсінгенім ендігәрі, оны мен әрқашан бірге бола алмайтынымыз. Бізді әлі де шын өмір күтіп отырды. Біздің алдымызда телеге уақыт кеңістігі толқып жатыр. Бірақ өмірімді қысқан үрей тез арада білінбей тарап кетті де, тек Акаридің нәзік еріндері қалды. Сол түнді түздің шетіндегі кішкентай сарайда өткіздік. Ескі көрпеге оранып алып, таң атқанша дерлік сөйлестік. Одан соң жаймен ұйықтап кеттік. Таңертең пойызға ең соңғы минутта үлгеріп, Акаримен қоштастым. Ал Такаки. Енді сенде бәрі де өте жақсы болады. Міндетті түрде. Рахмет. Акари, сен де өзіңе берік бол. Хат алысып тұрамыз. Және қоңырау.
Мен Акариге берем деген хатымды жоғалтып алғанымда сол бет айтпадым. Өткені ол бізден кейін дүниедегі барлық нәрсе маған бұрынғыдан басқаша көріне бастағандай болды. Мен сол мезетте бірақ нәрсені қаладым. Оны қорғауға күшім жетсе екен деп. Мен соны ғана ойлап, терезеде ауысып өтіп жатқан бейнені бақылап отырдым. Екінші хикая. Ғарышкер. Канай, мектептен кейін тағы да теңізге ме? Әпке ренжімейсің бе? Ренжімеймін. Тек оқуыңды да ұмытпашы. Жақсы. Сабыр сақта. Қайырлы таң. Қайырлы, Тоно. Бүгін ерте келдің ғой. Сен де. Сумида, сен бүгін теңізге бардың, е? Жарайсың. Жоғада. Көріскенше, Тоно. Сау бол. Бәріне сынықты ме? Ойлануға уақыт қалмады. Қағазды дүйсенбіге дейін толтыру керек. Толтырған кезде үйдегілермен ақылдасыңыздар. Сасаки Токиодағы университетке түсетін сияқты. Ол енді әрине. Ал мен мүмкін Кумамото колледжіне. Сен ше, Канай. Сен жұмыс таптың ба? Ол енді... Сен шынымен аспанда қалқып жүр екенсің ғой. Барлық ойың сол, Тоно. Оның Токиода қызы бар. Айтып тұрмын ғой. Мүмкін емес. Әзірше болмай жатыр ма? Сонда мәселе неде? Түсіне алмай қойдым. Уайымдап қажет емес. Ертеме кешпе толқынды бағындырасын. Саған айту оңай, әпке. Қайда сағасың сонша? Ондай екпінмен мектеп бітіргенше ештеңе шықпайды менде. Рахмет, әпке. Алып кетейін бе? Керек емес, скутермен қайтамын.
Сумида, үйге қайттың ба? Иә. Сен ше, Тоно? Иә. Бірге қайтамыз ба? Қуанғаннан ішім жарылып кете жаздады. Егер ит болғанымда құйрығым пропеллер сияқты шырайналар еді. Шіркін, ит болмағаныма қандай жақсы, дедім ішімнен жеңілденіп. Осы сәтте өзіме сыртымнан қарап таңғалдым. Не деген ақымақпын. Әйтсе де, мен Тономен бірге үйге қайтып бара жатқанда бақытты едім. Тоно о бастан басқа балаларға қарағанда ерекше болатын. Менің атым Такаки Тоно. Әке-шешем жұмыс бабымен көшіп келді. Мен болсам мына аралда бірінші рет. Сіздермен бірге оқуға қуаныштымын. Ол маған бірден ұнады. Сондықтан мен де ол түсетін жоғары мектепке түсемін деп шештім. Мен бар күшімен дайындалып әйтеуір емтиханнан өттім. Мен Тононы қашан кездессем де, оған деген махаббатым күшейе берді. Бұл сұмдық болатын. Әр күн қиналыс тәрізді. Бірақ әркез Тононы көрген кезде өзімді бақытты сезінетінмін, және бұнымен ештеңе істей алмайтынмын. Тура сол кофе ме, Тоно? Тәтті ғой. Сумида, сен үнемі ой үстіндесің. Мен кассаға кеттім. Йогурт бола ма? 90 йен. Міне, әдеттегідей, рахмет. Оралуымен, не сатып алдым? Қайсыналарымды білмей, кейде Тоно біреуге хабарлама теріп отыратын. Сондай сәттерде оның хабарламасы маған келсе екен дейтін. Неге екен? Бірақ соны ойлай беретін. Кабу, мен келдім. Кабу. Міне, мен едемін. Әкімдік хабарламасы. Кезекші бензоколонка Сакаи, ауыл шаруашылық кооперативінде орналасқан. 3-1 сыныбындағы Каная Сумида. Мұғалім мырза Ито, сізді оқушылар өзіндік басқарма кабинетіне сенің қызың ба? Ол менің қызым емес. Сумида ханым, сіз ғана қайда түсетіңізді жазбапсыз. Кешірім өтінем. Түсінікті. Сізді қорқытып жібердім-ау деймін. Қатты алаңдап қажет емес. Сіз мұғалім әпкеңіз Сумида ханыммен ақылдастыңыз ба? Жоқ. Біздің префектураның колледжі неге тыңдамасқа? Бірақ әпкемнің еш қатысы жоқ мұнда. Әпкемнің сұрауы бойынша серфингпен айналыстым, бірақ менің ойымда жолаған кісі де бар. Менде сол күйі ештеңе шықпады. Әдеттегідей, рахмет. Арзымайды. Сау болыңыз. Мен Тононы көрген мезетте кеудем шанши бастады. Тоно, Сумида, бірдеңе болып қалды ма? Қалай тауып алдың мені? Сенің скутеріңді көріп қалдым да сөйтіп, бола ма?
түсінікті. Сені көргеніме қуаныштымын. Біз бүгін тұрақта кездеспедік. Ол сондай мейірімді. Кейде ол жылайын деп тұрған сияқты болады. Сен қайда түсетініңді шештің бе? Токиодағы университетке. Токио. Өзім де солай ойладым. Неге? Мен әрқашан сені бір жаққа кетіп қалатындай елестетедім. Ал сен ше? Мен өзім де жөнді айта алмаймын. Ертең маған не болатынын. Ондай барлығында болады деп ойлаймын. Жоға, сен ондай емессің. Ондаймын. Сырттан қарағанда сен өзің үшін бәрін шешіп тастағандайсың. Жоға, мен күмәнданамда жүремін неме. Қолымнан келгенде жоспарлауға тырысам, бірақ жаным тыныш емес. Солай. Түсінікті. Шақ па? Керемет. 5 километр сағат. Олар Минамитанидегі ұшыру алаңына бара жатыр. Бұл жолы әйтеуір жаңа ұшырылым болатын болды. Ракетаға қанша уақыт қажет болса да, күн жүйесі арқылы ұшып өтеді. Канаямен сөйлесші, қайда оқуға түсетін жайлы. Ол бұны дым ойдап жүрген жоқ сияқты. Бәрі жақсы болады. Ол бала емес қой. Кезінде мен де сондай болатын. Түсінесің бе, Кабу? Тоны да, күмәнданады. Біз онымен құсаспыз. Мүмкін бұл қиялдың шегі жетпес нағыз жалғыздыққа толы сапар болады. Алыстағы арманға, абсолют ғайыптық қоршауында ұшу, тіпті сутек атомында кездестіру үміті жоқ. Түпсіздікке түсіп, ғаламның құпиясына жақындап келе жатқаныңа бүкіл жан дүниеңнің сену деген қалай екен. Біз қаншалықты ұзақ ұшамыз. Біз қаншалықты ұзақ ұша аламыз. Адресат енгізілмеген. Тақырыбы таңғы түс. Мен басқа планетада сол қызбен шөпті басып келе жатырмын. Бұрынғыдай жүзін оның көрмеймін. Қайғылы аспан. Хабарламаны сақтайсыз ба? Жоқ. Мен қалай адресаты жоқ хабарламалар теретін болып кеткенмін. Каная, сен қайда түсетіңді шештің бе? Енді әзірше білмеймін, бірақ бәрі жақсы болады. Мен біртіндеп алға жылжуды шештім. Мен кеттім.
Сол күннен кейін біздің аралды бірнеше тайфун айналып өтіп, ыстық біртіндеп басыла бастады. Қант құрағын тербеткен жел бірте-бірте солқындап жатты. Аспан сәл биіктен түскендей, бұлттардың пішіні дөңгелектенді. Скутермен жүрген сыныптастар жеңіл күрткілерін киіп жатты. Жарты жылдан соң алғаш рет толқынды ерттегенімде, ауада әлі жаздың демі сезіліп тұрған. Қазанның ортасы еді. Кеште ауа райы бұлтсыз. Жел жылдамдығы 8 метр секунд. Естідің бе? Ямада Сасакиге сөз салыпты. Оған кім күмәнданыпты? Ей, Каная, сен бүгін сондай бақыттысың ғой. Тонамен жүріп жүресің бе? Қойшы. Өйткені мен бүгін Тонаға сүйетінімді нақты айтамын. Толқынды ерттеген күнімде оған сезімімді білдірмесем, одан кейін ешқашан айта алмаймын. Сумида. Тона. Үй жаққа ма? Е. Сыныкты. Ендеше бірге кеттік. Сумида, таңдап болдың ба? Е. Не болды? Сондай мейірімді. Кешір, ештеңе. Оталмай жатыр ма? Аха, неге екен? Бұзылған ба? Е, білтесімен қош айтса бер. Скутерді қолдан алып бедім, әпкемдікі болатын. Өдеу қосқан кезде қозғалтқышы қырылдаушы меді, солай сияқты. Скутерді осында қалдырып кетейік. Сосын үйдегілерің алып кетеді. Ал біз жайы барамыз. Шығарып салмай-ақ қой мені. Тона, үйіңе бара бер. Маған мына жерден жақын. Және жаяу жүрген жақсы ғой. Тона, өтінем. Не болды саған? Кешір. Ештеңе, мен кешір. Сумида. Өтінем. Сені маған соншалықты мейірімді болмашы.
аттай салмай жеңге аңдаусыз аспанға қол сермен біз бір үлкен темір кесекті шуға жібердік. Бәрі де ғарыштың шексіз алыс кеңістігіне тереңірек көз жүгірту үшін. Мен Тононың неге басқалардан өзгеше көретінін түсіне бастағанда сезімде болдым. Дегенмен, ол маған мен армандаған көзбен ешқашан қарамайтынын аңғарып жүрдім. Сондықтан да сол күні мен оған ештеңе айтпадым. Тоно өте мейірімді, тек ол сондай мейірімді, бірақ тек Тононың көзі әрқашан бір алыстағы нәрсеге, менен де биік нәрсеге ұмтылатын болады. Мен оған ешқашан ол қалаған нәрсені бере алмаймын. Әйтсе де ертең бір күні және әрқашан не болса да мен Тононы сүйіп өтем. Мен тек Тоно туралы ойлап жаттым және көзімнен жас төгіле берді. Одан кейін ұйықтап кеттім. Үшінші хикая. Мен білдім. Егер қазір бұрылып қарасам, ол да бұрылады. Басқаша болу мүмкін емес. Токио бағытындағы жүретін Киособу желісінің соңғы пойызы келіп жатыр. Мүмкін жаңа жылға дейін келіп қаларсың. Сол үміттенемін, бірақ қаншама нәрсе істеу керек. Түсініп тұрмыз. Ең бастысы енді жақсылап тамақтандыр оны. Әрине, Акари бірдеңе болып қалса, бірден хабарлас. Бәрі жақсы болады.
Алаңдаудың қажеті жоқ. Үйленуге дейін 1 айдан аз қалды. Онда суық. Үйге қайта беріңдер. Бүгін түнде мен ескі түсімді көрдім. Ол да мен де әлі баламыз. Бұл кеше тауып алған хаттың әсері болар. Сәлем. Көптен бері хабарласпадық. Бәрі жақсы ма? Айтуға ұялып тұрмын, бірақ саған хат жазбай тұра алмайтын сияқтымын. Мизуно ханым. Бізде жиналыс. Қалыпты өмір кешкенде бәрі де жалықтыра бастайды. Сарғайған кітап беттері, ваннадағы тіс щеткасы, ұялы телефондағы хабарламалар. Барлық өткенге қарамастан мен сені бәрібір сүйем деп маған менімен 3 жыл жүрген қыз жазды. Және әрі қарай біз екеуміз мыңдаған хат алмастық. Бірақ жүректеріміз 1 сантиметрге де жақындамағандай. Осы уақытқа дейін мен алға жүгіріп, бір маңызды нәрсеге, бір қол жетпес нәрсеге ие болғым келді. Алайда ақыр соңында құр қол қалғандай. Бұл беймаза ой қайдан атылып шыққанын білмеген едім. Және оның шын екенін өзіме мойындауға қорқып, жұмыс істеуді жалғастыра бердім. Одан соң мен жүрегімнің күннен-күнге қатайып, өмір төзгісіз болып бара жатқанын байқадым. Бір күні таңертең сол уақытқа дейін қабылдай алмай жүрген нәрсені түсініп шошындым. Қаншама нәрсе жоғалтқанымды аңғардым. Мен жардың жағасында тұрғанымды түсіндім де компаниядан кетіп қалдым. Кеше мен түс көрдім. Өте ескі түс. Түсімде біз әлі 13 жастамыз. Айнала қар басқан жасық дала. Алыстағы үйлердің оттары бұлдырап, қараңғыда балқып жатыр. Біз жаңа жауған қар кілемінің үстімен із қалдырмай келе жатырмыз. Ойланып келе жатырмыз. Бір күні біз қайтадан Сакураны бірге тамашалаймыз. Ол да мен де дәл солай болатынына күмәніміз жоқ. いつでも探しているよどっかに君の姿を向かいのホーム路地裏の窓こんなとこにいるはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへできないことはもう何もない全てかけて抱きしめてみせるよ
星が落ちそうな夜だから自分を偽れない One more time 季節よ移ろわないで One more time ふざけ合った時間よいつでも探しているよどっかに君の姿を交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝これからの僕言えなかった好きという言葉も明け方の街桜木町でこんなとこに来るはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへできないことはもう何もない全てかけて抱きしめてみせるよいつでも探しているよどっかに君のかけらを旅先の店新聞の隅こんなとこにあるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝これからの僕言えなかった好きという言葉もいつでも探してしまうどっかに君の笑顔街の踏切あたりこんなとこにいるはずもないのに命が繰り返すならば何度も君のもとへ欲しいものなどもう何もない君の他に大切なものなどКөргендеріңізге рахмет. Мәтінді қазақ тіліне аударған Мақсат Мәліков. Дыбыстаған Ержан Зерғабаев.